Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Бүгін студиямызда қонақта белгілі ақын Болат Жидекбай мырза. Бөке, арнамызға қош келдіңіз. Енді Бөке, сізбен біз соны 90-шы жылдардың басында Азия деп аталатын халықаралық газетте бірге жұмыс істедік. Содан бері араға ширек ғасыр уақыт түскен екен енді. Сен үшін сол Азиядағы күндер несімен ерекше? Енді бұл менің алғаш рет, оның алдында да Алматы ақшамы газетінде, сосын қазақ тілі қоғамдары болды сол кезде. Соның Ақиқат деген Алматы облысына тарайтын газетінде істедім. Бұл енді менің бір жақсы ортаға түсу өнімнің басы шығар. Себебі сол кезде мына өздеріңіз оқуды жаңа бітіріп келген, жалындаған, бастамашылығы көп, идеялары көп, сондай бір жастармен бірге және ақылшы болған, жаңа айтып отырмыз, еске алып, Молдахан ұқсаған, Ерғазы ұқсаған марқұмдар, Арқабай Дәдебаев деген өте білімді арабис ғалым бар, Рұқия Иманбаева деген кісі, және штаттағы адамдар ғана емес, сырттан да жұмылып, сол кезде бүкіл осы көзі қарақты оқырмандармен бірге үлкен белгілі журналистер, сондай бір қайнаған қазан секілді жақсы бір қызық орта болды. Шығармашылығының дамуына, сол серпілуге, адамның әдеби жағынан да кішкене басқалармен бәсекелес көзқараста болуға бір әсер етті ғой деп ойлаймын. Азияның ұжымы енді арғы-бергі ағайынның басы қауышып жатқан сол кездегі жағдайды еске түсіретін еді. Өзіңіз енді Түркменстанның Краснодарский аймағынан болдыңыз. Нұрғали деген жігіт Өзбекстаннан болды. Енді сол жігіттермен хабарласып тұрасыз ба қазір? Енді хабарласқанда жалпы айтып отқандай сол бір жақсы орта, жақсы бір-біріңе деген ықылас, сол кездегі ниеттестік, ол үзілмейді екен. Мысалы өзіңде мінекей осындай бір азамат деп шақырып отырсың ғой өзің хабарыңа. Бұның да арғы жағында сол мені іштей бір еске алатыныңды білдіреді. Мысалы сол сияқты жаңағы Нұрғали деген жігіт жаңағы айтып отқан Қарабеков, ол өзі менің курстасым. Өзбекстаннан қарап отырсаң, олардың да өз арғы бергі тарихтарының бәрі қызық. Өзінің атамекені, жаңағы одан кейін оның Өзбекстанға өтіп кетуі, мына Қазақстанның тәуелсіздік алуы, бүкіл жаңағы сол сырттағы қауымның ұрпақ қамы үшін елге қарай ағылуы, оралмандар деп жүрміз ғой. Бұл жаңағы Тәуелбай деген жерден ғой, Мырзашөл. Сол бүкіл ел болып, сол ауданның халқы бірігіп отырып, мына Балқаштың Приозерскі деген ауданына көшіп келген. Кәдімгі өздерінің жаңағы бірлігін, ынтымағын бұзбай, ағайын туыс, ел халық болып келіп отыр. Менің елім, енді өзім елім деп айтам, Түркменстанда ол кезде 100 мыңнан астам қазақ болған, соның 50 мыңға жуығы өзің айтқан Краснодарский облысы, қазіргі Балқан уәлаяты дейді. Сол жерде ұйып отырған халық еді, мен істеп жүрген кезде. Осы Азия халықаралық газетінің арқасында бір-екі рет іс-сапарға барып, жол сапар очерктер жазған кездеріміз болды. Ал енді сол елден қазір енді айта алмаймын, енді бірлі-жарым адам қалды. Барлығы Маңғыстауға көшіп келді. Тәуелсіздіктің арқасы ғой. Енді мынау Азияда жүргенде сенің енді сөз саптауың өзгелерден ерекшеленіп тұратын. Сен жазған мақаладан бір ана тіліміздің, жаңағы тілдің шұрайын байқамау қиын еді. Бұның себебі неде? Түргені қайда жатыр? Тіл шұрайы деген сол ауылдан кіндіктің үзілмеуі шығар. Енді ол жерде
біздің алдыңғы толқын ағалардан Дүйсенбек Қанатбаев пен Болат Қанатбаевтар шыққан, оның алдында Ғұбайдолла Айдаров сияқты түрколог ғалымдар шыққан, жергілікті өзіміздің Есенғали Бөкенбаев, Өткелбай Көпеков сияқты нешелеген ақындары болған, жыршылары болған, жыраулары болған орта ғой. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған орта, тілдің шырайы бұзылмаған орта, соның да әсері болған шығар. Менің стилімде бар шығар деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді мынау әрине енді өкінішке орай Азияның ғұмыры ұзаққа бармады. Ол жерде бірге істеген жігіттер жан жаққа кеттік. Дегенмен сол аз ғана уақыттың өзі, жаңа өзің айтып отырсың, бізді көп нәрсеге үйретті енді. Өзің кейін қайда жұмыс істедің? Азияның берген тәжірибесі мен өнегесі өзің үшін қандай болды кейінгі ғұмырыңызда? Енді өзіңнен гөрі сырт адамдарды былай бақылап сын беруге адам өз бейім болады ғой. Мысалы сіздерді ойлап отырсам, мысалы Арман, Әубәкір, тағы басқа жігіттер. Қандай содан кейін Азия газеті сендерге бір ұйымшылдық берді. Рухани бірлік берді. Солай ғой. Үлкен жаңағы хабар арнасында, басқа жерлерде жаңағы Азия газетінің мектебін ары қарай жалғастырдыңдар. Мысалы елге үлгі болдыңдар, танымал болдыңдар. Мен де енді өз әлімше Азиядан кейін бірнеше газеттерді істедім. Оның ішінде Қазақ әдебиеті бар, Қазақ елі газетінде істедім. Сосын жаңағы өмірдің, тіршіліктің талабы, Білім академиясы деген мекемеде істедім. Мына Қазақ радиосы бір жаңашылыққа ұмтылып, бір өзгерістер жасаймыз деген кезде Нұрлан Өнербаевтың қол астында бір реформа жасаған өзімізше. Радиоға жаңа бір леп әкелген бір 6 айым болды 2002 жылы. Содан бері Қазақ фильм киностудиясында жүрмін. Ол жерде редакциялық алқа деген болған, қазір эксперттік кеңес. Сол киноның бастапқы сценарийінен ең соңғы жаңағы финалдық нүктесіне дейін соның бәріне араласып отырамыз. Бәрекелді. Енді мынау енді әрине енді Болат Жетекбай дегенде ең алдымен енді мынау поэзия еске түседі. Бүкіл саналы ғұмырыңды осы поэзияға арнап келесің. Біздің өлеңдеріңізді қарап отырсақ, туған жерге деген бір сүйіспеншілік, табиғаттың бір әсемдігіне деген бір құштарлық, сондай бір сарындар айрықша байқалады екен да, сезіледі. Өлеңге қалай келдіңіз? Өлең деген енді бұл әрине бұның салмағы да, абыройы да өзі ерекше бір жанр ғой енді. Салмағымен бірге, абыроймен бірге салмағы да қатар жүретін, жауапкершілігі де қатар жүретін, жүгі де кәдімгі жеңіл емес бір жанр кәдімгі. Енді жаңа өзің айттың, бір туған жерге сондай бір сағыныш бар өлеңдерінде, туған жерді бір әспеттеу бар деген сияқты. Мүмкін менің өлеңге келуімде сол туған жерге деген бір балалық махаббаттан туған бекен. Мен есімде бар, біз жақта мына төбені тау дейді дегендей, төбені тау дейміз, бірақ мен ойлап кейін қарап отырсам, тастақ төбелерді тау дейді екен бізде. Ал жаңағындай қанша биік болса да, кейбір сазды төбелер төбе деп айтады екен. Сондай бір балалық кезде бір саз таулар көк бұлаққа жарасады, биігі аспанменен таласады, алыстан жақын жерден келген қонақ қызықтап сол тауларға қарасады. Деп осы өлеңді бір шумақ па, 2 шумақ па есімде жоқ. Жолда келе жатып, мектептен қайтып келе жатып бала кезде отыра қалып жазып жаңағы. Осылай келді маған өлең. Содан жаңағы бір әуестік сияқты басталып, сол өзің жаңа айттың ғой, ол сөзің рас. Мен туған жерге кіндігім қатты байланған адам екенмін да. Енді мына Тәңірінің бізге берген бір сынағы да сол туған жерге бармай қалдық қой, бара алмай қалдық. Анау шекараның ар жағында мына Үстірттің, Маңғыстаудың жалғасы іспеттес,
кезінде Адай уезінің құрамында болған Қошава деген бір кішкентай ауылға қазір бара алмай, ол жаңағы өлең жырға айналып, сағынышқа айналып жатқан жайы бар. Тіл саласында жүрсің, сөз төңірегінде жұмыс істеп жүрсіздер. Ана тілімізді түзейтінде, білдіретінде осы алдымен осы тілдің төңірегінде жүрген мамандар ғой енді. Журналистикадағы тіл тазалығының сақталу жөнінде не айтасыз? Мен енді бұл үлкен тақырып, кең көлемде қамтитын тақырып. Мына қазір әлеуметтік желі деген бар ғой. Сол арқылы мен әрбір өзім көзім шалған, байқаған, әсіресе телевидениедегі, радиодағы кемшіліктерді бірден жаңағы өз пікір ретінде жазып отырамын. Бұл енді қасірет, қалай айтуға болады? Тіл білмейтін адамды жолатпау керек деп айтайын десең, ол журналистке екінші жағынан бір белсенділік, пысықтық керек. Тіл білетін, бәрін бажайлап, байыптай алатын адамға со жағы жетіп қалады. Ал енді жаңағы тілді білмеу деген енді мүмкін бұл тенденция шығар, бірақ енді бір ғана талап бар. Әрбір арна болсын, әрбір газет болсын, мына редакциялау жағын, түзету жағын жолға қою керек. Және қатты қадағалау керек шығар деп ойлаймын. Жаңа әлеуметтік желі дедіңіз ғой енді. Иә. Әлеуметтік желідегі жазбаларыңызда арагідік болса да көзіміз шалып қалады енді. Фейсбукта қандай негізінен жаңа тілден басқа қандай мәселелерді көтергенді жөн көресіз? Жалпы қазір соңғы кезде мына Фейсбуктың пайда зиян жөнінде әңгімелер көп айтылып жүр ғой енді. Мен енді бір нәрсе өмірімде алдыма мақсат қылып қойып орындай алмай қалдым. Менің әкем марқұм осыдан 3 жыл бұрын, 3,5 жыл бұрын дүниеден өтті. Өмір бойы мен көргелі, есім білгелі күнделік жасатын. Оның күнделіктері қазір жаңағы мына блокноттарға жазылады ғой, кітапшаларға. Пәленбай жаңағы несі үйде жатыр. О жерде бүкіл отбасының тарихы жатыр. Бүкіл ауылдың өмірі жатыр. Әр күндегі ең бір маңызды оқиғаны бір сөзбен болып айтып кетсең де, кейін еске түседі екен де. Сосын және бір қызық жері өте қысқа нұсқа тұжырымдап жазуға тырысасың. Өзі солай жазылады да. Жазылады. Өйткені ол кейін келе жаңағы біз ана көсіліп жазуға үйренген адамдармыз ғой. Кейін көсіліп жазғың келмейді екен, бара алмайды екенсің. Көбірек жаз деген кезде көп адамдар қазір кішкене кеңейтіңкіреп жазсайшы дейді. Мен айтамын енді осында бәрі тұр ғой, енді ары қарай ойлансаң тауып аласың деп. Ал енді екінші жағын айтып қалдым ғой, жамандық жағы. Бұл енді мына біздің рухани әлемімізге бір кесапат әкелетін қатерлі жақтары көп екен. Қайдағы жайдағы бір сөз қылуға тұрмайтын бір бейне көріністерді, бір адам жанын шошитын бір оқиғаларды әкеліп тықпалау жаңағы жерге. Енді көзің көріп қалады ғой, оны аңдымайсың. Бір топтар арқылы бір жаманшылыққа шақыру, азғындыққа шақырудың бір көріністері бар да, мен содан қатты шошынамын. Соның неғұрлым сол жамандығын ысырып тастап, жақсылығына қарай ұмтылса, қазіргі таңда осы әлеуметтік желіден артық қоғамға әсер ететін күш жоқ. Жас келген сайын мына өмірдің шынайы мәніне пенде енді көбірек ой жүгіртеді ғой. 50 деген белестен асқаныңызға да міне 3 жылдың жүзі болып қалыпты. Абай айтпақшы жаңағы қартайды қайғы ойлады, құл қайдарман дейді. Біз осы сөздердің астарына қаншалықты сіз өзіңіз қаншалықты үңіліп жүрсіз? Қазір ойласам, жастық шағымыз арманға, мақсатқа, бір нәрсеге жетуге, өмірді қызықтауға арналыпты. Қайран 25 деген сияқты жаңағы әндерде айтылатын бір дәурен сүру.
мынау Құдайдың берген мынау нығметін алу, соның неғұрлым қуанышты, шаттықты, ләззатты шақтарына бөлену сияқты өмірдің сол алғашқы бөлігі соған арналады екен. Ал енді жаңа өзің айтқан 50 жас, 40 жастан басталып, адам абай болмағанмен абайдың қайғы мұңын, қасіретін, абайдың толғанысын бойына көшіреді екен. Өзіңнің өмірдегі опық жеген өкінішті сәттерін ғана емес, отбасыңның жағдайы ғана емес, ұрпағыңның, елдің жағдайы қатты толғандыра бастайды екен. Сосын бұл маған қатысы жоқ демейсің. Қоғамдағы әлде бір оғаш оқиға, әлде бір жаман қылық, соның бәрі жиналып келіп, мынау жаңағы қайғы ойладық, ұлғайды арманды байқатады екен. Қазақта енді мынандай сөз бар ғой, енді болар бала 15-інде баспын дейді, болмайтын бала 30-ында жаспын дейді деген. Бұны неге айтқан қазақ? Өйткені жасынан жаңағы сол ойлай білуге, ойыннан гөрі ойға жақын болуға меңзеген сөздер ғой енді. Жақын болуға өйткені бұның ар жағында имандылық мәселесі тұр. Көргенсіздік, азғындық, абыройсыздық дегеннің бәрі қайдан шығады деп үңіліп қарасаң, ар жағы сол ошақ басынан, от басынан, кішкентай бір шаңырақтың ішінен шығады екен. Сол жерде ұяда иман болмаса, сол жерде тәрбие болмаса, одан келіп көшеге шыққанда бір өнеге қылатын ештеңе таппаса, бұның бәрі айналып келіп үлкен адамның қасіретін айналады екен. Мен байқадым, бұл және біздің жалпы еліміздің мемлекеттен бастап кез келген мұсылман пендесі әрбір қате жолға, бұрылыс жолға түсіп баратқан адам үшін күресетін кезең келді қазір. Әрбір адам үшін. Себебі бір жері ауырған, дененің бүкіл ағзасы ауыратыны белгілі ғой. Енді осы жағынан енді мен Құдайға шүкір енді балдарымды жаңағы мына мешіттен дәріс алдырып, намаз үйреттіріп, имандылық жолына түсіріп, дастархан басында ол әңгіме арасында сол Құдайдың жолы, адамшылықтың жолы туралы енді шама шарқынша өсиет айтып отыруға тырысамын. О Алла жарылқа деп айта алмаған, иманның бұғатталған кезі қиын, қалауын қу нәпсінің қайтармаған, қайғылы біздей жанның өзі қиын деген екенсің бір өлеңінде енді. Нәпсінің қалауын тежеп, жан қалауын қанағаттандырудың қамына кіріскен дейсің ғой енді. Дін ұстау деген иманды ұстау, жаңағы айтқан мінезді ұстау, нәпсіңді, шайтанды желкесінен бүріп ұстау ғой, шындап көрген кезде. Сол енді сол жағынан енді кейде мына пенде болғасын, түрлі жаңағы ақын болғаннан кейін ойға берілесің. Ол ой шайтани ой ма, періштелік ой ма, сенің басыңды тауға да ұруы мүмкін, тасқа да соғуы мүмкін, адастыруы да мүмкін, ақиқаттың жолына апаруы мүмкін. Сол жағдай көкірекке көшеді, пиғылға көшеді, одан амалға көшеді, кейде қателесіп қаласың. Сондайдан туған өлең шумағы болу керек. Іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі деп абай айтпақшы. Бұл ақ пен қараны ажырата білудің өзі адамға берілген Алланың бір үлкен бір нығметі, оның жаңағы осы пендесіне жасаған бір үлкен бір рахым, мейірімі деп түсінеміз әрине. Енді мынау қазақтың басына азаттықпен бірге келген үлкен байлықтардың бірі ол осы жаңағы кеше көз жазып қалған, кішкене болса да ажырап қалған асыл дінімізбен қайта қауышуымыз ғой енді. Осы байлықтың баянды болуы үшін де
біздің еліміздің егемендігіміздің өміршеңдігі біз үшін әрине өте маңызды. Осы жолда әрбір адам, әрбір қарапайым адам қандай үлес қоса алады? Енді жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан кейін Құранда оған бағышталып айтылған сөз айт, оқы дегеннің бәрі әрбір мұсылманға айтылған болып есептелу керек. Ол маған айтылып тұр деп қабылдаса, сонда шынайы толық мұсылман болатын шығар деп ойлаймын. Кейде өзің бір белестен екінші белеске, одан үшіншіге, жаңағы өмірдің кезеңдері солай ғой. Сол өткен сайын бір өмірден ғибрат алып, басқаша қарап, бұрынғы түсінігіңе басқаша көзқараспен қарап, бір кішкене жетілесің, өсесің, өркендейсің. Кейде қарап отырсам, кейбір адамдардың сол өспей қалатындығы байқалады. Бұл иманның дәні жоқтықтан ба, бір іштей бір сол жаңағы бір жақсылықтарға, игілік, ізгіліктерге деген бір махаббаттың, мейірбандықтың жоқтығынан ба, бір тоқырауды көресің кейбір адамдардан. Адам мына ағын су сияқты тазарып, алға қарай ұмтыла бермесе, бұл қиын. Ал енді сондықтан жаңағы өзінің сұрағыңа орай айтылатын сөз, кез келген бір бұлақтың көзін көрсең, көзін ашып жіберу керек екен. Кез келген бір қателікке, бір қарау іске, қиянат іске бір мейірбандықпен, махаббатпенен реңкін өзгертіп, соның болашағын басқаша жасауға болатын сияқты. Соған атсалысу керек. Әрбір мұсылман, әр адам. Керемет енді. Яғни біз бейқамдықтан арылып, бір немқұрайдылықтан арылып, бойымызды бір немқұрайдылықтан тазартып, әр нәрсеге өзіміздің біздің қатысымыз бар екен. Сол нәрсеге біздің үлес қоса алатынымызды біз жан тәнімізбен, жүрегімізбен сезіне білуіміз керек дейсіз ғой. Адам жаратылғанда оның міндеттері қандай? Біз осы төңірегінде көп ойланбаймыз. Біз Алланың алдындағы 5 парызымызды адал өтесек, содан келіп шығатын көптеген міндеттер бар. Сол хадисте, сол Құранда айтылған, шариғатта келтірілген тәртіптер өмірге қолданылса, заманына сай, адамдар ең болмаса тақуалықтың жолына қарай жаңағы бет алса, дүние қандай болар еді? Осы адамның әрқайсысына қатысты нәрсе. Себебі бізге сынақты Құдай айтады ғой, қауымыңмен бірге сынаймын дейді. Бірақ әр адамның өзі жауап бермей ме? Басқарда. Сол жауап берудің ішінде өзіңнің түзу жолда болғаның ғана емес, сен басқаға не жақсылық жасадың, не қайыр жасадың деген мәселе қатты қойылатын сияқты, менің ойымша. Адамның жан дүниесіндегі, түйсігіндегі өзгерістер өзіңнің поэзияңда қандай бір өзінің бір әсерін тигізіп жатыр енді. Не жазып жүрсің деген сұрақ бұл жерде сауал туады. Соңғы кездерде әсіресе мына өмірдің әрбір құбылысы, жаңағы Құранда айтылады ғой, жан-жағыңа қарашы, бір кемшілік, бір жерік, бір олқы кеспей тұрған нәрсе бар ма, көресің бе деп. Сол айтқандай, тек қана олқылық емес, әрбір нәрсенің ғажаптығы, кереметтігі, жаратылыс құбылыстарының өзі соншама бір арғы бір ақиқатқа меңзеп тұратынын мен көбірек байқап жүрген шығарым. Өлеңдерімде бар ма жоқ па, бірақ енді адам ойы қандай болса өлеңі сондай болады ғой. Мен сол жағына қарай
өзімнен бір тазалық іздеу жағына қарай көп бұрылып кеттім ба деп ойлаймын. Бөке, енді уақытыңызды бөліп студиямызға келіп мағыналыда өзіңіздің мынау көшелі әңгімеңізді көрермендерімізге ұсынғаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. өзіміздің атынан. Алла деніңізге саулық берсін, отыңыздың басына амандық берсін. Әмин. Қызметіңізге жеміс тілейміз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың бүгінгі қадірлі қонағы болған белгілі ақын Болат Жетекбай мырза. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше ағайын.